Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сникерс пирогының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, керемет болып шығады және оңай дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнамыздың дамуы үшін видеоға лайк басып, пікіріңізді комментке қалдыруды ұмытпаңыз. Пирогтың қамырын жасау үшін бізге ең алдымен құрық массаны електен өткізіп аламыз. Ұнды, какао және қопсытқышты електен өткізіп алдым. Үстіне қантты салып, құрғақ массаны араластырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған сары майды жұмыртқаны салып, қолымызбен қамыр илейміз. Сары май міндетті түрде тоңазытқышта тұрған болу керек. Қамыр осындай болып шығады. Қатты жұмсақ та емес, орташа болып шығады. Столдың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Мүмкіндігінше бірдей қылып жаюға тырысыңыз. Енді жайылған қамырды қалыпқа орналастырып, барлық шетін тегістеп шығамыз. Вилкамен тесіп шығуды ұмытпаңыздар. Енді салмасын дайындап аламыз. Менде холодильникте тұрған қаймақ 20%, кейін творожный сыр, қант, 2 ас қасық жұмыртқа, 2 ас қасық жүгері крахмалын қосып, ең алдымен венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді массаны венчикпен жақсылап араластырдым. Арасында қалып кеткен, езілмей қалып кеткен творожный сырларды осылай блендермен жақсылап езіп алдым. Енді сұйық массаны дайындап қойған қамырымызға салып, духовкада 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Сникерс пирогының глазурына шоколадты және үстіне сұйық майды құйып, микроволновкада ертіп аламыз. Кейін үстіне арахисті салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді пирогты піскен соң толық суытып, үстіне жаңағы дайындаған глазурыны барлық шетіне тиетіндей ғып тегістеп шығамыз. Біздің сникерс пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әсіресе үйге қонақ келген кезде дайындап беретін болсаңыздар, қонақтарыңыз да дән риза болып қайтады. Дайындалуы тез және оңай, көп уақытыңызды алмайды. Толық рецепті описанияда қалдырдым. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.